Анамның көз айы. Мен 9-шы сынып оқып жүргенде қалаға қыдырып баратын болдым. 8 бала өсіріп отырған әке-шешемнің бұл уақытта оқытып жатқан 2 студенті болатын. Қаржы тапшылығы қысып тұрған сәт. Қазіргі күнде СССР-дің кезай деп тамсанады ғой үлкендер. Бәрі бекер. Стандарт 60 рубль айлық төлейтін. Сол кездегі құн арзан ет деушілер де бекер сөз айтады. Ауылдағы балалар үлкеннің киімін кіші жыртылса жамап киетін. Дастарханда анам жапқан бөлкөмен қант сол кездегі 70-80% тұрғынның дастарханында болатын мәзірған ет. Жарып іштік, жарып кийдік дей алмаймыз қысқасы. Сонымен сөз басын қалаға бармақ едім деп бастаған едім ғой, сол қалаға баратын менде жөні түзу киім болмады. Анам тігін машинкасын қолға алып, маған жұқа матадан өз қолымен жеңінде фонаригі бар көйлек тікті. Тағы да бір сусылдаған матадан кимоно тікті. Аяғыма көршейдің өзіммен қатар қызының аяқ киімін сұрап кигізді. Ол заманда сұрап кию ұят болмайтын. Тіккен көйлегін үміткер басып, анам жүк үстіне іліп мәс. Екеуінде бақыт күлкісі бар. Ал мен болсам, балалықтың шалалығы болар, әлгі тігілген көйлектерді менсінбей, мұрын шүйіріп сілкіндім. Менің мінезімді көре сала, анамның қабағы жабылды. Әлгінде ғана бақытқа бөленген жүзі бірнеше жасқа қартайып кетті. Соны сезген мен, ертесіне артық сөз айтпай, кимоносын киіп, екіншісін сөмкеме салып алып, қалаға баратын автобусқа міндім. Мені ауылдың бір азаматына тапсырып жатыр, 2 қыз күтіп алады деп. Содан қалаға беттеген мені автобекеттен 2 әпкем күтіп алды. Бетімнен сүйіп, жататын пәтерлеріне апарып, мен көтеріп келген жүкті жайғастырып, қала базарына мені алып барды. Базардан маған Дружба фабрикасынан шыққан көйлек пен аяғыма жеңіл жаздық аяқ киім әперді. Алда жаңа оқу жылы басталатыны бар. Соны ескеріп үйдегі қалған мектеп жасындағы 2 сіңілім мен 1 ініме және маған анам жазып берген тізім бойынша мектеп формасын 2 сөмке аяқ киімдер алды. Әрине, бәрімізге бірдей емес. Үлкендігін кіші кисе, үлкендерге ғана алатты. Сондықтан киім ініме маған және мектепке енді баратын кіші сіңіліме алынуда. Менен кейінгі сіңілім тағы ботадай боздайтындығы есіме түскенде көңілім жабырқады. Үйде 6 қыз 2 ұл бар, 2 қыз студент. Жазда осындағы нағашылар бізге көмектессін базарда, киімдерін әпереміз, қыс жазғы деп алып қалған еді. Анам үшін ол да көмек. Анам көмектейтін себебім, әкем спирттік ішімдікке құмар еді. Күнде ішпей келмейтін. Тапқанын, достарын таусылғанша күтумен болатын. Әкем айлық алғанда досы көбейетін, таусылғанда бірін таппайтын. Ол заманда ер азаматтың көбі ішетін. Барлық дүкендерде арақ, азық түліктен көп болатын. Ал ішкен мас азаматтар дүниеде малды қажет етпей, уайымсыз жүре беретін. Шамасыз сол сәттегі орыс саясаты болар. Бүгінде солай ойлайым өзім. Өткенді қоя тұрайық, базарға оралайық. Кенет менің өзімнен кейінгі сіңілімнің өткен, оның алдыңғы жылдардағы көз жасы есіме түсіп, 2 әпкеме. Мен сөмкемді өзім ұстайым биыл. Мынаны Сараға берем дедім. 2 әпкем менің бауырмалдық танытқан кейіпімді түсініп, құшақтап, бетімнен сүйді. Көздерінен жас алды. Мен осы сапарда анам тіккен 2 көйлекті емес, базардан әпкелерім әперген шыт көйлекті бағалы санап, 3 күн солардың қасында болып, қала көріп, үйге қайттым. Үйге 2 дорбазатпен келген мені анам сағына қарсы алды. Иіскеп, қаладағылардың жай күйін сұрап жатыр. Мен анам базардан алған 2 көйлекті көрсетіп мәзбін. Менен кейінгі сіңілім маған тіккен көйлекті кимесең, маған бер, мен кием деді. Қуана ұстата салдым. Не керек, көп ұзамай 2 әпкем ұзатылды. Анам арттарынан 2 текемет, 1 түсті кілем, 1 қатар көрпе, 1 қатар көрпеші сандығын дайындап апарды арттарынан. Менің де кезім келіп, бухгалтерлік мамандығымды алып, уақыты жетіп тұрмысқа шықтым. Шалғайда кеткен менің артымнан да анам 2 текемет, 1 түкті кілем, 2 қатар жүгін әкелді. Сондай-ақ өз қолмен тіккен бірнеше көйлегін де киімге қосыпты. Оларды ел алдына шығарғанда намыстан өртене жаздадым.
Бұл 1990 жылдар еді. Қаржы тапшылығы түгілі азық түлік қысып тұрған кез. 2 текеметті енем жазда далаға тапшанға саламыз деп жиып қойды. Тұрмысы бізден ауқат деді. Түкті гүлемді жатын бөлмемнің қабырғасына әліп берді. Енем қайын сіңілеріңе көйлек бер дегенде не ұстатарымды білмей сасып, фабричный санаулы киімді соларға бердім. Өзімде сол анам тіккен көйлектер қалды. Намыстансам да киіп жүруге тура келді. Бірде күйеуім қалаға апарып, менімен қыдырып, сумға апарып, 2-3 киім әперді. Жылауға шақ қалдым. Өзімді әрең ұстадым. Осылайша жүріп 2 балалы болдым. Анам тіккен көйлектер сандық түбінде 2 текемет ескі асханада қала берді. Осылайша баршамызға қамқор болған анамыз да дүниеден өтті. Менің енем, менің анамды үнемі зат кісі, керемет дейтін, соған сүйсінетінмін. Сол анама енем жағалы қымбат пальто шығарды сандықтан. Шұлқи, фабричный 2 дамбал, фабричный көйлек, білезік, жыртыс салды. Бір дәу қойын тағы көлік артына салып алды. Бара жатқанда бейшара деп езіліп барды. Анамның ішінен шыққан мен олай егілмедім. Енем көз жасын тия алмады. Анамның жаназасы біткен соң кешке киімдерін реттегенде 2-ге бөлінді абысын ажындар. Дұрыс киімдерін береміз, 70-тен асты ғой деуде. Үйдегі үлкен інімнің келіншегі анамның киімдерін ортаға кеп тастады. Міне, реттей беріңіздер деп. Киімді көргенде жыламаған адам қалмады. Тозығы жеткен халат, сан жамау көрген жемпір мен көйлек, бізден қалған нәски колготкелерді киіпті. Резеңкесі күлдіреп жіп болғанша. Қолға ілінген дамбалды ұстағанда жүрегім шаншыды. Жамау. Көзім шықсын. Шынымен мынау жамау ма? Жамау. Бізге көйлек тігіп кигізіп, көйлек тігіп артымыздан апарған анам өзіне жөні түзу матадан бір көйлек тікпепті ғой. Жамау дамбалды ұстап қалай аңырағанымды, өмірге қалай шағынғанымды білмей қалдым. 6 қыз бен 1 ұлды аяқтандырған анам өз жайын емес, бізді ғана ойлаған екен-ау. Өкініш өзек төртеді, іш ашыды, жүрек қарсы айылды. Бірақ енді кеш. 2 күн төркінде болып, енеммен елге қайтып келе жатқанда мен енемнен сұрадым. Сіз бәрін білдіңіз бе деп. Енем кіші 2 қыздың құдалығында, ұлдың құдалығында байқадым деді. Айтып отырғанымыз жамау дамбал. Енем арқамнан сипап бауырына басты. Сосын, сендердей қыз тәрбиелеген анаңа мың алғыс айтам, жатқан жер жайлы болсын деді. Үйге келген соң баяғы артымнан келген көйлектерді іздедім. Әрең таптым. Оларда 2 текеметпен бірге ескі асхана төрінен орын алған екен ескі шифонер ішінде. Жүкті болғанда киеттеп кең етіп тіккен 2-3 көйлегі бар еді, солар сия кетті. Жуып киіп алдым. Енемде әдемі жарасып қапты деді. Сол күні түн мезгілінде енем асхана төріндегі 2 текеметті күнге жайып, қазанға су қайнатып, білекке алып пісірді. Ауылда Шолпан есімді сырмақ жүргізетін әйелі болатын, содан өтініш етіп, масатынан сырмақ салғызды. Пар етіп жасатып, құдағайдың көзі де асхана бөлмеге төсетті. Қазақи құрақ көрпеше, жастықтар мен сырмақ төсеніштер үйге ажар берді. Осы сәтте анам мен 9-шы сынып оқитын кездегі тіккен 2 көйлек есіме түсті. Ішімнен қандай ақымақ болғанмын дедім. Дәл қазір анам сол көйлекті тігіп киізсе, Париждің өзіне киіп барар ем. Шіркін, анам тіккен көйлек иісі қандай ғанибет, анам жатқан жұмақ иісі сезілердей. Дана. Оқылған Қуат Ахметжанов.